тамшылап түсіп орнында анда санда осындай бір тышқан болмаса бір сауысқан құстар тесіп кететін уақыт кездер болады. Мысалы мына жер тескен, қазір осыны ремонттайтын боламыз, яғни тесікті бітейтін боламыз. Ол үшін өзінің осындай жалғайтыны болады. Егер білмейтін адамдар болса, соны бір кішігірім видео түсірейін деп шештім. Қазір бір қолдап түсіруге тырысам, барынша көрейік. Ол үшін жаңағыдай лайнап тастап, мына жердегі помидордың екі көлеңкесін кішкене жыртамыз. Екі жерден тесілген екен. Дейін шап тұрып тұр уже. Осыны қазір өзінің тесігі бар, мұны су ағатын. Осы жерден кесіп тастаймын, и мына жерден кесем тағы да. Сәл былайырақ. Сосын мына екі шеті бұралады. Бұрап, сонымен қыстырып қоятын боламыз, бекітіп қоятын боламыз. Мына тесілген жерді алып тастадым, кесіп қайшымен. Енді қазір негізі су ағып тұрған дұрыс, өйткені қазір мына саған кезде шланга мыжылып қалмайды. Былай бұрап қатыруына оңай болады. Мінекей қазір бір қолдап ыңғайсыз болып отыр негіз. Былай артқа бұра боламыз. Бір қолмен ыңғайсыз екен енді. Жалпы 2-ақ минуттық уақыт негізі. Мынаны бітесізді, былай бітеген екен, уже мынау шланга доп сияқты бөліп тұрады, қысыммен бүйтіп жайлап не істесеңіз киіледі. Сосын мынаны бұрайсыз. Кішкене бір қолмен ыңғайсыз болып тұр енді. Қазір екі қолдап қатыру керек негізі дұрыстап. Мына уже алынбайды. Тартсаңыз. Екі қолмен қатырып қойасыз, и мына бетінде сөйтесіз. Қазір паузаға қоя тұрам, өйткені екі қолмен жалғамасам болмайды. Бұны да сөйтесіз, жаңағыдай кигізіп, шланганы кигізіп болғаннан кейін, мына жағын қысыңқырап тұрасыз бір қолыңызбен. Сөйтіп мына шланга уже үріліп тұрады, былайша айтқанда судың қысымымен, сосын мынаны жайлап бүйтіп бұрап қатырып қоясыздар, болды. Сол күй шықпай қалады, ол сияқты. Қазір мен паузаға қоя тұрам, сосын көрсетемін. Мені жалап қойдым, бұл кетпейді, былайша айтқанда жақсылап былай бұрап қатырып қойсаңыздар, өйтіп тесілген жерін осылайша қайшымен қырып кесіп алып сый саласыздар. Бұның бағасы мен уже біраз болып қалды. Пашкілеп аламыз біз, бір пашкесінде 100 штук болады, штучныйда сатылады. 40-50 теңгенің шамасында болу керек қазіргі нарқы. Мен кезінде 35 теңгеден алғам енді. Осындай тамшылатуды, осындай тамшылату жүйесін сатып алып жатқан кезде осындай қосымша осындай аласаңыздар. Бұл нендері ремонт жасағына керек болады осындайға. Сосын өсіп жалап болғаннан кейін қайтадан өсіп бетін топырақпен көме саламыз. Өсіп көміп қойсаңыздар уже астында шлангысы көрінбей жата береді. Негізі біз жақта анандай сауысқан көп, сосын тышқандар бар мына полияда, солар ішінде су бар екенін біліп, суды тоқтатқан кезде тістеп, тышқандар тесетін болады, үшемдеп, сауысқан сияқты құстар болса, бұлар осының ішінде су бар екенін біледі да, и төбесінен тұмсымын шоқиды. Шоққаннан кейін осындай тесік пайда болады. Мені өстіп жалғай саласыздар.